Сабақтың тақырыбы Шерхан Мұртаза Бесеудің хаты тарихи драмасы. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары: ақынның өмірі мен өскен ортасын таныту, шығармаларын оқыту, ақынның айтар ойын ашу, талдау, эстетикалық көзқарасы қалыптасқан оқырман дайындау. Күтілетін нәтиже: барлық білім алушылар негізгі идеяны түсінеді және сұрақтарға жауап береді. Басым бөлігі негізгі идеяны түсініп, өз пікірін білдіреді. Кейбір білім алушылар негізгі идеяны түсініп, дәлелдей алады. Тілдік мақсаттар: медиа құралдағы берілген ақпаратты түсінеді, мәтіндегі деректерге байланысты өз пікірлерін анық айтады. Білім алушылар өзін-өзі бағалау арқылы сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Ой қозғау: Шерхан Мұртаза кім? Қандай шығармасымен таныссыздар? Қай жерде, қай жылы дүниеге келді? Жазушының шын есімі кім? Жақсы, берілген жауаптарыңызды мен толықтыра кетсем. Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Жазушының шын есімі Шері. Айбарлы, қайратты, жыртқышаң, барысқа байланысты қойылған. Алғашқы кітабы 26 жасында Құрылысшы Дәку деген атпен жарық көрді. Оның еңбектері тмд және шет тілдеріне аударылған. Қаламгер Тұрар Рысқұлов жайында 5 кітап жазған. Бір қызығы, Шерхан Мұртаза алдымен жазушылығымен, журналистік емес, ақындығымен танылды. Әкесі Мұртаза 1937 жылы сталиндік репрессияның құрбаны болып кетті. Шерхан Мұртаза 8 жасында қазіргі Жуалы ауданы өзі туған Талапты ауылындағы мектептің 1-ші сыныбына барған. Әкесінен ерте айырылған бала оқу мен еңбекте ерте араласады. Балалық шағы да соғыстың тауқыметті кезеңдерімен тұспа-тұс келген. Сондықтан болар жазушының түсіне жиі балалық шағы оралып отырған. Тауқыметті кезеңдерді басынан өткізген соң болар жазушының балалық шағы бала көңілмен өтпейді. Шерхан Мұртазаның ел, қоғам, мемлекет, әдебиет үшін істеген еңбектері өте көп. Ал әдебиет саласындағы еңбектерін айтқанда көркемді туындыларын ғана айтып қойған жөн болмас. Әдебиетте көлемді жұмыс ретінде аударма саласын таңдады. Шерхан Мұртаза әлемге әйгілі қырғыз елінің жазушысы Шыңғыс Айтматовтың туындыларын қазақ тіліне тәржімалады. Қырғыз жазушысының Қош Гүлсары, Ботагөз, Теңіз жағалай жүгірген Тарғыл төбет, Боранды бекет, Жампида атты повесть романдарын орысшадан аударды. Шерхан Мұртазаның Бесеудің хаты атты драмасына арқау болған ел басына түскен азапты күндер, қолдан жасалған аштықтан қырылған 2 миллион халықтың тағдыры, драматург сол кездегі өкімет басшылары мен оның қасындағы жандайшаптардың бейнесіне жан бере суреттейді. Әр кейіпкер өзінің сөз арқылы танылып жатады. Қасіретті қолдан жасалып отырған Сталиннің теріс саясатын, асыра сілтеп отырған Голошекиннің көрсоқырлығын жазушы Ғабит Мүсірепов негізгі кейіпкер ашына жеткізеді. Шерхан Мұртазаның драматург ретінде шеберлігінің өзі сонда. Ол кейіпкерінің мінез құлқын ғана ашып қоймайды, оның жан дүниесін көрсетеді. Оқушы кейіпкердің даусын естиді. Қазақ зиялылары 1932 жылы 4 шілдеде БКП Қазақ өлкелік комитетінің бірінші хатшысы Голошекинге қазақ халқының бастан кешіріп отырған трагедиясы туралы хатын жолдады. Бастапқыда бұл хат Сталинге арналып жазылған. Бесеудің хаты деген атпен тарихта қалған бұл хат республикадағы мал шаруашылығының күйрегендігі салдарынан елдегі апат, ашаршылық жайлағандығын айтып сақтандырған алғашқы дабылдардың бірі болды. Бірінші тапсырма: шығарманы сатылай кешенді талдау. Авторы, тақырыбы, әдеби жанр, эпикалық жанр түрі, негізгі идеясын анықтайтын боласыздар. Дұрыс жауабы: авторы Шерхан Мұртаза дұрыс. Тақырыбы: қасіретті қолдан жасалып отырған Сталиннің теріс саясаты, асыра сілтеп отырған Голошекиннің көрсоқырлығын жазушы Ғабит Мүсірепов бастаған халық қалаулар ашына жеткізуі, қуғын сүргін. Әдеби жанр драмалық, тарихи туынды. Эпикалық жанр түрі пьеса. Негізгі идея ел басына түскен азапты күндер, қолдан жасалған аштықтан қырылған 2 миллион халықтың тағдыры. Шығармаға композициялық құрылысына талдау жасау. Шығарманың басталуы, дамуы, байланысуы, шиеленісуі, шегі, шешімі. Басталуы: елдегі қиын жағдайдың аштықты өз көзімен көруі. Дамуы: Ғабит Мүсірепов бастаған Бесеудің Сталинге хат жазуы. Байланысуы: хаттың жолда ұсталуы. Шиеленісуі: Голошекиннің Сталин алдындағы есебі, коллективизация тездетуді тапсырды. Шегі: хаттың Голошекин қолына түсіп, Бесеуін крайкомға бюроға шақырылуы. Шығарманың шешімі: бюро шешімімен Бесеуінің ату жазасының кесілуі. Үшінші тапсырма: шығармадағы жағымсыз кейіпкерлер: Сталин, Голошекин, Құрамысов, Иванов, Жантоқов, Елеусіз, Қарабаев, Исаев, Цербер.
Енді сіздер жағымды кейіпкерді анықтайтын боласыздар. Дұрыс жауап: Тұрар Рысқұлов, Нұрхан Ақын, Балым, Құсни, Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатаулин, Мұташ Дәулетқалиев, Қадыр Қуанышев, Емберген Алтынбеков. Өте жақсы. Әдеби теориялық ұғымдар бүгінгі сабаққа қатысты. Ирония, жазушы сымақ, теңеу, өрт сөндіретіндей, тұяғы күйген тауықтай, құбылту кездесетін, бас бұзар, ұлтшылдар, қорқулар, екіжүзділер, дисфемизм, оңбағандар, өтірікші, жалақор, бәлекор. Метафора: қайрат, қыран, қайғылы жылан. Мақал-мәтелдер: бұқпадан шыққан жау жаман, бүйірден шыққан дау жаман. Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде. Төременен тіреспе, күштіменен күреспе. Өрге иті, сығарға биті жоқ. Ат арса тулақ, адам арса әруақ. Ораза намаз тоқтықта. Қайрат, қыран, қайғы жылан. Оқулықпен жұмыс келесі кезеңіміз. Бесеудің хаты драмасын рөлдерге бөліп оқисыздар. Драманың жанрлық табиғатын көрсету, кестені толтырыңыз. Шығарманың идеясы қандай? Шығарма қандай әдеби жанрда? Драмалық туынды құрылысындағы ерекшелік неде? Драматург адам мінезін бейнелеп отырған өмір шындығы қалай көрсете білді? Жауап және дәлел жазатын боласыздар. Дескриптор дұрыс, сұраққа дұрыс жауап береді, өз жауабын мысалдармен дәлелдейді. Осы тапсырма бойынша сіздерге қойылатын дескриптор. Бірінші сауалға жауап: елбасына түскен азапты күндер, қолдан жасалған аштықтың қырылған 2 миллион халықтың тағдыры. Яғни дәлел берілген. Шығармада Қазақстанда 20 ғасырдың басында болған тәркілеудің зардабы. Әдеби жанр драма. Дәлел: драмалық туындылар, яғни пьесалар театр сахнасына қоюға арнап жазылады. Драмалық туынды құрылысындағы ерекшелік неде? Ерекшелік кейіпкердің диалогі мен монологында құрылуы. Автор. Дәлел: автор қазақ халқының бастан кешкен нәубетін, ұлттық трагедиясын жеткізуге кейіпкерлердің сөздерін шебер қолданған. Адам мінезін бейнелеп отырған өмір шындығын қалай көрсете білді? Жауап: драматург өмір шындығы, пьеса кейіпкерлерінің сөзі, диалог, монолог пен іс-әрекеттер арқылы көркем аша білді. Дәлел: Шерхан Мұртазаның драматург ретінде шеберлігінің өзі сонда, ол кейіпкерлердің мінез құлқын ғана ашып қоймай, оның жан дүниесін көрсете білді. Драманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап баға беріңіз. Тарихи құндылығы, көркемдік құндылығы және сіздің бағаңыз. Бұл тапсырмаға берілетін дескриптор. Драманың тарихи құндылығын анықтайды, драманың көркемдік құндылығын анықтайды, құндылығына баға береді. Тарихи құндылығы. Шығарманың құндылығы Қазақстандағы ұжымдастыру қасіретін 1930-30 жылдардағы ашаршылық жайлы ашық көрсетуі. Драманың көркемдік құндылығы. Бұл шығарма тарихи оқиған, ел білген шындықты көркем сөздің қуатымен оқырманның жүрегіне жеткізумен құнды. Сіздің берер бағаңыз. Тарихи шындықты көркем шығарма етіп беру оңай емес. Қасіретті қолдан жасап отырған Сталиннің теріс саясатын асыра сілтеп отырған Голошекиннің көр соқырлығын жазушы ашына жеткізді. Рефлексия. Бүгінгі сабақта қандай өмірлік ой түйдім? Сабақта маған тапсырманы орындауға не көмектесті? Сабақта маған тапсырманы орындауға не кедергі болды? Маған қиындықтарға жеңу үшін не істеу қажет? Осы сауалдарға жауап беру арқылы бүгінгі сабаққа рефлексия жасаймыз. Үйге тапсырма. Драманың негізгі идеясын негізге ала отырып, адамгершілік құндылығы тұрғысынан талдап, алаш арыстарын ардақтау тақырыбында әдеби эссе жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет.